Тихон, не істеп жатсың? Сол малға шөп салып, жем тарту. Ана дровейка қайда? Темірлі қымбаттап кеткен ғой қазір. Сатып жүрек дейін. Турциялардың дровейкасы ма екен? Жоқ, ол дровейка емес. Жүрген көрсетсем. Тихон, міне ана дровейканы сатып жүрек. Қазір темірлі қымбаттап отыр. Шаруасы бірталай жұмыс жасады. Жемді тартты. Еңбегі бар енді бұл дровейка. Ендігі біздің дровейкамыз міне Турциялардың дровейкасы. Ассалаумағалейкум ағайын. Малжандарың заман ба? Бүгінгі видеода біздер осы дровейканы айтатын боламыз. Және де бордақылау тәсілдерін айтамыз. Ендеше ағайын, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де осы каналға тіркеп, қазақша контентті қазақ жігіттерін қолдап кеттіңіздер. Және де қоңырау шағына басуды ұмытпаңыздар ағайын. Бізбен бірге болыңыздар. Дровейканың мықтылығы соншалықты, темірдің қалыңдығын қарасаңыздар, қараңыздар, темірдің 1 сантиметрге дейін барады. Орнына мүлдем қозғалмайды бұл дейтін. Мощный былайша айтқанда. Риза болдық, Турциялардың жігіттеріне көп-көп рахмет айтамыз. Алла разы болсын. Көңілге тоятындай жасап берді. Негізінде ар жағын көрсетеміз. Арнайы тағы да қосымша моторы мен жемді мүшекке жасайтын бар еді. Оны біз алған жоқпыз. Өзіміз жасаймыз деп ойлағанбыз, бірақ көресіздер шаның несін. Жалпы жемді қиналмай тартып тұр не болса да. Міне заказ берген кезде арнайы щитогымен, тоғымен барлығын жасап беріп жүрді. Ременімен барлық запчастар бар өздерінде. Ойланбастан алуға болады. Енді бағасы өзінің қақысына тұрады, 100% деп айтуға болады. Қазір тартамыз жемді Тихон екеуміз. Сосын бұқаларға, жылқарға береміз, соны көрсететін боламыз, арғай тағы да айтатын боламыз. Каналдан кетпей бізбен бірге болыңыздар. Бұл дровейканың тағы да ерекшелігі қылып біз заказ бергенбіз. Жем тартады, және де шөп тартады деп әмбебап қылып жасатқанбыз. Міне ішінде сеткасы бар. Мынау дейтін шөп тартқан кезде осын саламыз. Ал жем тартқан кезде ана ішіндегі уақ-уақ тесігімен жемді уақтап шығарады деп. Мынаны шөп тартқан кезде екі вариантты тартуға. Біз қазір таңда шөпті тарттық, бірақ шөпіміз біздің жусанның болғасын иісі шығып, кішкене ыңғайсыздау болып, адам мұрнына келтіріп. Сондықтан Алла қаласа жоңышқа ексек, жоңышқан тартуға, және де біздің екенімізде жаз мезгілінде қамыс құрақ шығады, сол құрақты тартып жаз мезгілінде көретін боламыз. Қазір таңда тек қана жем тартып жатыр. Мынау біздің тартылып шыққан жем, ящикпен өзімізше бітеп қойғанбыз. Ар жақтан тартылады, дровейкадан келіп, осы жағына үйіп, мүшекке қаптап, арғай малға береміз. Негізінде бұл жерде осы Турциялардың жігіттерін жасаған тағы да құрылғысы болады екен, біз оны алмай едік. Алғанда жақсы өтті, бірақ көреміз, осының мына жерде ертең бұйырса кішкене қазып жүрсек, молырақ тартуға болады екен. Қазір тек аз-азын тартып жатыр. Өзіміздің аткорымызда, малдарымызда азын шоғын көбіміз. Көретін боламыз, жем тартуды бастайық. Тихон, бастайық жемді. Босамыз. Міне мана тартылған жеміміз екінші бетке өтті. Тартылуын несін көрсетейік. Керемет, ұнтақтап бет. Осыдан артық керегі жоқ енді. Арғали мал жеп өзі қортады ғой.
осылайынан таптап дайындап қоямыз. Сосын ендігісін аткормға беретін боламыз. Құрметті ағайын, біздер китайский дровекмен бір қап жемді 15 минутта тартатын едік, енді 4 саланың дровекісімен бір қап жемді 3 минутта тартамыз. Біздің уақытымызды тиімді қылып пайдаланып жатырық. Сондықтан 4 саланың жігіттеріне және де Дәурен ағаға көп рахмет айтамыз. Осындай дровек асап қазақ еліне көптеп еңбектер сіңіп жатыр. Осындай қазақ жігіттерін қолдап, осы дровекқа тапсырыс берсеңіздер болады. Ешқандай өкінбейсіздер, мықты, ұзаққа дейін шабады деп ойлаймыз. Және де видеоның соңында бордақыны қандай тәсілмен біз жем беріп, шөп беріп жатырық, сол туралы айтатын болам. Бізбен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп, қазақ жігіттерін қолдап кетіңіздер. Біздер малды бордақылау тәсілімізді айтайын. Бірінші су беріледі, таңертең қазанда су беріледі, сосын жем беріледі. Шөпті сондан береміз. Себебі бірінші жем жеген мал тез жеп алады. Шөп беретін болсақ, шөпті жеп алады да, жем жемей қалады. Сондықтан бірінші сумен жемге тойдырып аламыз, сосын күйіс қайыруға түске таман шөп беріледі. Осылайынан 2 мезгіл беретін боламыз, таңертең кешкісін. Ары қарай біздің байқасаңыздар, бордақыда тұрған малдарымыз былайша айтқан еркіндікте жүр. Себебі біз бастаған байлауы келмейді, біздің климат кішкене салқындау. Еркіндікте аптасына жатақ дейміз, таза жусан жатақ қарнап жасаймыз. Малдарымыз үсті бас болмасын, бұқ болмасын деген сияқты. Көп жерлерде болотода тұрады, біздер сол болот емес. Малдың жатағы жақсы болса, есеміру бұл асты. Қазір айырмен қопыратын болсақ, су теуіп тұрады. Мал тонбайды бұл жерден шамалы. Астында жатағы қысып тұрады. Жылқыларды да көрсеңіздер қазір, жылқыларды да дәл сол бір тәсілмен. Құрметті ағайын, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Осылай қазақ жігіттерін қолдап, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, пікір жазып отырғандарыңызға. каналға тіркеліңіздер ағайын. Каналға тіркеліп, қолдаңыздар, сау болыңыздар. Кішкене өз ойына шығады, жақсы. Осы видеоларды салып жүреміз соңында. Строго 10% желез жинайды.